Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, ене астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақтөбенің Шалқар қаласында 2 жасар сәби әжетхана шұңқырына түсіп кетіп мерт болды. Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұловтың айтуынша, оқиға Шалқар қаласында болған. Онда 2020 жылы туған сәби әжетхана шұңқырына түсіп кеткен. Сол күні анасы өзге баласын алып, облыс орталығына кеткен, ал әкесі жұмыста болған. Үйіндегі туыстарының баласы әжетханаға барып, қатты жел тұрғанда есігі жабылмай, сәби құлап кеткен. Баланы шұңқырдан туысы алып шығып, дәрігерлерге жүгінді. Оны кейін санавиация қызметімен қалаға жеткізді. Бірақ бала бірнеше күннен соң көз жұмды. Оның ата-анасына қатысты қылмыстық кодекстің балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау бабы бойынша іс қозғалды, деді Ерболат Сарқұлов. Құрметті көрермендер, сіздерден өтінеміз, ата-аналар, балаларыңызды назардан тыс қалдырмаңыздар. Біздің балалар, біздің болашағымыз. Осы видеоның астындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі видеоға қанша көп лайк басса, видео соғұрлым көп адамға жетеді. Ал ата-аналар балаларына көбірек көңіл бөлетін болады. Видео қанша адамға жеткенін және видеоға қанша лайк жиналғанын көрейік. Сау саламат болыңыз.